Buna annem ne geçiyorsun? Cayısadın özgür vardı. Ayık köpek. Yani şun buldu. Bu intikam koy. Keşke saat. O kel çazak soy. Cayısay bu. Kalay degeni. Sen bir denge biliyorsun ba. Ani o kayda. Men geldim Murza. Gel otur, imtihan alamız. İmtihan paraklarında tapsırыңдар. Мына аню кешіккенмен қоймай сабақта да жазбапты ғой. Мынау өте бір сөз ұқпайтын бала болды. Менше анюға бірдеңе болған шақты барып көрек. Маған да аню түзі болып көрінді. Әне? Аню? Сендер неменеге келдіңдер? Саған не болып жүр? Сабаққа келшіп жүрсің. Соны айта, кейінше ұмытса да мен деп қалдым. Аню, не қарап тұрсың? Қойларды бақ, әйтпесе ақша жоқ саған. Аню, сен сонда күнде жарым сайын қойын бағып жүрсің ба? Шинодардың қандай жаман адам екенін білмейсіңдер ма? Дара алсын 10 күн бағатын болғанмын. Енді 3 күнім қалды. Ақшамды беретін шығар. Сабаққа бармай қойынға болмайды. Барған соң олар қойларды бір-бірден өлшейді. Егер толмай қалатын болса, менен ақша ұстап қалады. Біз бірде өлші? Бұл олардың құлығы. Біз саған көмектесек. Сонда ерте бітеміз, ерте сабаққа барамыз. Рахмет сендерге. Қойлардың қарнас қой деймін. Барған жердің бәрінде шөп жоқ қой. Жақымандағы шөптер бітетін болды, енді не істеймін. Онда біз маңайда ізде қойған қой жайлатын жер бар ма екен? Жақсы, ана жақтан іздейік. Олжан сақпал жерге болмайды. Ай! Ай, кетіңдер ары. Кет. Бұл кімнің қойлары? Кешіріңіз, менің қойларым қазір алып кетем. Әкет дейім. Тезірет әкет мыналарыңды. Таптым, далон жүр. Тез мыналардың көзін құртыңдар. Далон ана қойларды бер қалайды. Ақыры шықты ғой. Саузидің ақылы болмаса қайтып шығатын едік. Қойларын тоймаған болса ше. Алам болма, ертең біз алма табамыз. Аню, біздің бүгін қойларды қанасы қалған жоқ па? Шаужу мен Хуажауда көмектескен сияқты, бірақ мен артық ақша төлей алмаймын. Жатөре, біз жай көмектестік. Жақсы, тексерейін. Кетіп жүргенсіз бе? Сенің қой баққаныңа неше күн болды? Әрине үлкейтуі керек. Егер мынадан ілінбей секіріп өтсе, онда тойды. Секіріп өте алмаса, демек қой тойған жоқ. Кәне көреміз. Он баған некенше? Бастайық.
Жарайды, бұны да санайық. Аню, сенің бұның жарамады. Менің қойларым тіпті аяғын көтере алмай жүр ғой. Бүгін жарайды, бүгінге есептеймін, бірақ ертең секіре алмай қалса, онда бір тиын да бермеймін. Ертеңге жақсылап дайындалып келетін бол. Саужи енді амалын тау енді. Ең бірінші шөбі көп жерді. Тауып алайық, сосын есептесеміз. Далы сен бар шөбі көп жер тауып кел. Сосын бізге айтасың. Аню, сен неғым енді ғана келді? Кешірім өтінем. Саужи, қойшау сендер неғып келдіңдер? Мен түні бойы қой бақыт жер іздедім. Ақыры қой бақытын жақсы жер таптық. Рас айтасыңдар ма? Далам баста. Бұл қалай болғаны? Саужи, сен қандай сиқыр үйреніп алғансың? Қойлар сені қалай тыңдайды? Да ерекше бір су бар. Дәмін татсаң көресің. Тұзды су ғой? Мен көп жерден шөп іздедім. Қойлар тұзды жер шөбі жақсы көреді екен. Мына суды шөпке салу керек. Жарайды, шашайық. Тұзды су бітті. Қойлар әбден тойып алды. Енді жерде су жоқ қой. Су қайда? Енді не істейміз? Мен бір күнге тамағын жейсің ба? Далын сиқырыңды көрсет. Саужи, Хуажау, Далын рахмет сендерге. Сендер болмасаңдар не істейтін едім? Мен сен сабақ қара. Дұрыс айтасың, сабақ қарайын. Аню келгені. Жатыры соңғы ғылмай жақсылап есептеңіз. Алдымен қойларды шеңберден өткіз. Бұны өтті деп есептейік. Жазафан қандай қулыққа өтеді екен? Барлық қойда сыймай қалса, барлық аш деп ойламайтын шығарсың. Тұра тұрыңдар, мен бірінші салмақтарын өлшеп көрейін. Неге? Егер таразының басына менің қошқарымды ешқайсысы баса алмаса, онда мен ақша бермеймін. Бас алмады. Соңғыларын өлшеп те керегі жоқ. Балым бар. Енді қалай ойлайсың? Анда қой алыр ма, басқа қой алыр ма? Жоқ, ондағы менің ақшам. Жоқ. Бұл шимай тұршы, тұр дейім, тұр.